Сәлем достар, бүгін 3 ғана ингредиенттен тұратын үй жағдайында сыр жасаймыз. Бізге керекті 3 жұмыртқа, 200 грамм қаймақ және 1,5 литр сүт. Алдымен 3 жұмыртқамызды жарып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Оның үстіне 200 грамм қаймақты қосамыз. Мен дүкеннің 20% қаймағын қостым. Екеуін жақсылап араластырып, біркелкі болғанша араластырамыз. Енді қазанымызға 1,5 литр сүтті құйып, 1 шай қасық тұз салып, піскенін күтеміз. Мен қолдың сүті болмағандықтан дүкеннің сүтін пайдаландым. Міне сүтіміз пісті. Енді алдында дайындап қойған массамызды құйып, араластырып, 4-5 минут күтеміз. Осындай іртік творог сияқты болып шығу керек. Енді біз бұны сүзіп алуымыз керекпіз. Менде осындай дайын ыдыс бар. Осының үстіне марлы төсеп, осы марліге сүзіп аламыз. Менен сіздерден өтініш, менің каналыма тіркеліп, келесі рецепттерімнің видеосын жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып, лайк, комментарий жаза отырыңыздар. Барлығын жақсылап сүзіп алғаннан соң, шамалы суығанын күтеміз және суының аққанын күтеміз. Менде басқа ыдыс болмағандықтан майонездің шелегін тесіп, марлыдағы творогымызды барынша суын ағызып, осы майонездің шелегіне салып, марлының бетін орап, қолмен нығыздап, үстіне ауыр зат қойып, 5-6 сағат күтеміз. Сырымыздың формасы шығады және бүкіл суы ағып кетеді. Сырды үлкен мөлшерде жасағыларыңыз келсе, ингредиенттердің барлығын 2 есе қосасыздар. Міне 6 сағат өтті. Біздің сырымыздың формасы пайда болды. Барлық суы ағып бітті. Енді сіздерге турап қалай болғанын көрсетейін. Жұмсақ, әдемі және дәмі де өте жақсы. Нанның үстіне қойып та, жеке өзінде жесеңіздер өте дәмді болады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.